Бүгін Ару Назыммен бірге ойын ойнаймыз. Сұрақтар қойылады. Қазір сол кезде кім туралы айтылып отыр, сол кісінің бетін мына суға малатын боламыз. Бастаймыз ба, қыздар? Я. Ал кеттік. Қайсысы үлкен? Кім көп сөйлейді? Кім көп тамақ жейді? Кім көп оқиды? Қайсысы шыдамды? Кім киімдерін жинайды? Қайсысы таза жүреді? Кім Айшаның мазасын көп алады? Кім үй жинауға көмектеседі? Қайсысы көп жылайды? Қайсысы айтқанды тыңдайды? Қайсысы көңілді жүреді? Кім Айшаны бағады? Қайсысы көп телефон қарайды? Кім көп ұйықтайды? Кім суға түскенде ұнатпайды? Кім көп шулайды? Қайсысын жақсы көресің? Қыздар, сендерге ұнады ма? Я. Қалай ойлайсыңдар? Ойындағы сұрақтарға дұрыс жауап берілді ме? Я. Дұрыс па сеніңше? Бізде көп шулайтын, Айшаны жылататын, бірақ үй жинауға көмектесетін Назымды, ақылдырақ, бәрін тыңдайтын, бөпесін ойнататын Арушка, да? Ал достарыңа сау бол деп айтыңдар. Бүгінше ойынымыз аяқталды. Сау болыңыздар.